Қайырлы күн әріптестер. Бүгін қазақ тілі сабағының екінші сабағы. Яғни бүгінгі біздің тоқталатын тақырыбымыз үндестік заңы. Жалпы үндестік заңы дегенді өздеріңіз де жақсы білесіздер. Бұл жерде бұлындардың сингармонизм деп айтамыз, екінші бір атауы. Яғни буындардың үндесуі, дыбыстардың үндесуі, жалпы қандай ерекшеліктері бар, соған тоқталатын боламыз. Жалпы үндестік заңы дегеніміз сөз ішіндегі дыбыстардың бір-бірімен үндесіп, біркелкі болып қолданылуын айтамыз. Үндестік заңының екі түрі бар, буын үндестігі дейміз, дыбыс үндестігі дейміз. Буын үндестігі сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе жіңішке болып үндесуі. Түркі тілдері, оның ішінде қазақ тілі буын үндестігінде, яғни қазақтың төл сөздері бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып үндеседі. Буын үндестігі сөз бен қосымша арасында да сақталады. Яғни сөзге жалғанатын қосымша сөздің соңғы буынының жуан немесе жіңішкелігіне қарай жуан не жіңішке болып жүреді. Оны төмендегі кестеден көре аласыздар. Ескерту: қос сөздерде, біріккен сөздерде буын үндестігі сақталмайды. Яғни аман есен, баспа сөз, шекара, көзқарас, асығыс сөз деген сияқты. Буын үндестігінде, жалпы буын үндестігі қос сөздердің арасында және біріккен сөздердің арасында сақталмайды. Енді қараңыздар, сөздің соңғы буындағы дауысты дыбыс жуан болса, жалғанатын қосымша да оған жуан болып келеді. Қаз, қаздар, қаздер деп айтамыз ғой. Тасқа, таске немесе, ал соңғы буын жіңішке болса, оғанда жіңішке қосымша шығады. Үйлер, үйлар болмайды. Есікті, есікті емес. Яғни осындай заңдылықтары бар. Ал енді бізде буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар бар. Ол ең алдымен көмектес септігінің мен, бен, бен жалғаулары сөздің соңғы буыны жуан болса да, жіңішке болса да, осы күйде жалғана береді. Мысалы, қаламмен жаздым, әсетпен бірге келді деген секілді. Меншік ұғымды білдіретін нікі, дікі, тікі қосымшалары буын үндестігіне бағынбайды. Асандікі, баланікі, Мараттікі, тағы да басқа. Паз, қор, қой, ой, кер, гер, кеш, хана, ист, изм, бам, жан, тал жұрнақтары буын үндестігіне бағынбайды. Яғни бұл жұрнақтар қазақ тілінде шет тілінен енген қосымшалар: әсемпаз, әзілқой, еңбекқор, ақылгөй, жұмыскер, дәріхана, мейірбан, сезімтал деген секілді. Кірме сөздердегі буын үндестігіне бағынбайтын жағдайлар: кірме сөздерде дауысты дыбыстар жуан, жіңішке болып араласып келе береді. Кірме сөздерде. Мысалға, кітап, мұғалім, құдірет деген араб тілі, яғни бұл сөздерде бұл сөздің бірінші буыны жіңішке, тап, екінші буыны жуан. Мұғалім, яғни үш буынды сөз, бастапқы екі буынында жуан, соңғы буыны жіңішке. Яғни кірме сөздерде жуан, жіңішке болып араласып келе береді. Орыс тілі, мысалы, кино, театр, алгебра деген секілді. Әрпіне біткен сөздерге қосымшалар жуан түрде. Мысалы, тарих, тым, тарих, та, тарих, шо деген секілді. Цехтан деген секілді. Сонымен осы рық, нық, кыс, кіт,
дыбыстарының тіркесіне біткен орыс тілінен келген сөздерге қосымшалар жіңішке түрде жалғанады. Мысалы, парктан деп айтпаймыз. Танкіні, пунктке, пунктта деп айтпаймыз. Пунктка деп айтпаймыз. Пунктке барамын деген сияқты. Әріптерінің тіркесіне біткен орыс тілінен келген сөздерге қосымшалар жіңішке түрде жалғанады. Мысалы, рөлді, рөлі, рөлді, басқа. Дыбыс үндестігі. Дыбыс үндестігі дегеніміз қатар келген екі дыбыстың бір-біріне ықпал етіп үндесуі. Оның үш түрі бар. Ілгерінді ықпал, кейінді ықпал, тоғыспалы ықпал. Ілгерінді ықпал деген қатар тұрған екі дыбыстың біріншісі өзінен кейінгі дыбысты немесе буынды өзгеріске ұшыратуға айтамыз. Ілгерінді ықпалдың кездесетін орындары сөз бен қосымша арасында қашса деп біз жазамыз, қашша деп біз айтамыз. Екі сөздің арасында ақ балық жазамыз, ақ балық, яғни қ өзіне ұқсатып алып тұр. Қығылды. Күрделі сөздерде оның ішінде біріккен сөз, көз қарас жазамыз. Көз қарас деп біз айтамыз. Яғни алдыңғы сөз, яғни алдыңғы дыбыс, з дыбысы, оны өзіне ұқсас қылдырып көрсетеді. Тіркескен сөздерде ала кел, яғни алдыңғы сөз өзінен кейінгі тұрған к-ні г қылдырып өзгертіп тұр. Қос сөздерде құрбы, құрдас деп біз айтамыз. Ілгерінді ықпалдың жазуында ескеретін орындар бар. Яғни сөздің соңғы дыбысы дауысты немесе үнді, ұяң дауыссыздар болса, жалғанатын қосымшаның алғашқы дыбысы үнді немесе ұяң. Терезе, ер, қаздар, терезеге, қазға, терезеден, қаз бен. Ескерту. Ш, с дыбыстарынан басталатын қосымшалар ілгерінді ықпал заңына бағынбай, сөздің соңғы дыбысы ұяң не үнді болса да сол күйінде жалғана береді. Малсыз, кірсіз, кімсің, келсін, қол, оншақ, тілші. Сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссыз болса, оған жалғанатын дауыссыз дыбыстан басталатын қосымшаның бірінші дыбысы қатаң дауыссыз болады. Кітап, та, кітап, қа, орық, орақтар, ораққа. Яғни сөздің соңғы дыбысы қатаң дауыссызға бітетін болса, қатаң дауыссызға аяқталатын болса, оған жалғанатын қосымша да қатаң дауыссыздан басталады. Ілгерінді ықпалдың жазылуда ескерілмейтін орындарына тоқталайық. Ш мен с қосылса, яғни ш-ға бітіп, с-дан басталатын жалғанатын болса, екеуі ш болып кетеді. Сөз қатаң ш дыбысына аяқталатын болса, оған жалғанатын қосымша с дыбысынан басталса, айтылуда қосымшаның басындағы с-ның орнына ш дыбысы естіледі. Жазылуда ол ескерілмейді. Мысалы, қашса деп біз жазамыз, қашша деп айтамыз. Ашса деп біз жазамыз, ашша деп біз айтамыз. Сонымен қоса п мен б дыбыстарында да осындай өзгешеліктер бар. Яғни біріккен сөздің бірінші сыңары, біріккен сөздің. Яғни бұл жерде күрделі сөз, біріккен сөздерге қатысты айтып тұрады. Біріккен сөздің бірінші сыңары қатаң дауыссызға аяқталатын болса, екінші сыңары б дыбысынан басталса,
айтқан кезде б дыбысының орнына п деп айтамыз, бірақ жазғанда сол орфографиялық заңдылықты сақтаймыз. Мысалға, Жүсіпбек бізде біріккен сөз, яғни күрделі сөз. Бұнда аяқтап тұрған п, Жүсіп, қатаң дауыссыз ғой. Міне, оған жалғанатын қосымшамызда п болып естіледі, Жүсіпбек. Көрінісі, бірақ жазғанда ол заңды сақталмайды. Кеңесбек, Кеңесбек, Қанатбек, Қанатбек деп басып айтамыз. П мен Б сөз тіркесінің алғашқы сыңары қатаң дауыссыз дыбысқа аяқталып, екінші сөз ұяң Б дыбысынан басталса, ол дыбыс айтылғанда қатаң П дыбысы болады да, жазылуда тағы да ескерілмейді. Мысалы, алып бер, тоқпала, тоқпала. Көрдіңіздер ме? Біріккен сөздің бірінші сыңары немесе сөз тіркесінің бірінші сыңары. Дауысты дыбыс немесе үнді немесе ұяң дауыссызға бітетін болса, екінші сыңар қатаң к дауыстарынан басталатын болса, бұл екі дыбыс ұяң г немесе г болып естіледі. Жазылуда бұл ескерілмейді. Жиенқұл, жиенқұл. Көзқарас, көзқарас. Қара көз, қара көз. Боз көйлек, боз көйлек. Көз келді, көз келді. Ала кел, ала кел. Жазғанда орфографиялық заңдылықты сақтаймыз. Ал енді кейінгі ықпалға тоқталатын болсақ, кейінгі ықпал қатар тұрған екі дыбыстың соңғысының соңғы дыбысы алдындағы дыбысты немесе алдындағы буынды өзіне сай қылдырып өзгертіп алады. Мысал қараңыз. Кейінгі ықпалдың кездесетін орындары түбір мен қосымша арасында басшы, басшы. Яғни ш дыбысы сыны. Кейінгі тұрған ш дыбысы алдындағы тұрған шыны сыны өзгертіп тұр. Екі сөз арасында ақлақ, ақлақ. Яғни л соңғы тұрған, кейінгі тұрған л алдындағы тұрған қаны қағылдырып жүреді. Күрделі сөздерде кездесетін біріккен сөз есенгелді, есенгелді. Тіркескен сөз 15. Қос сөз астан кесте, астан кесте. Кейінгі ықпалдың жазылуында ескерілетін орындары қ, к, п дауысты дыбысқа, яғни дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанатын болса, б, г, б болып естіледі. Сөз қатаң қ, к, п дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, оған дауысты дыбыстан басталатын қосымша жалғанатын болса, қ, к, п дыбыстары өзгеріп, ұяң г, ғ, б болып естіледі. Мысалы, аяқ. Оған жалғанып тұрған қосымша аяғы. Яғни қымыз, ғымы өзгерді. Күрек. Оған деген жалғау жалғайтын болса, күрегі. Көрдіңіз бе? Яғни к, г-ге ауысты. Доп, добы деген секілді. П, ып, эп, яғни п-ға қатысты. Етістіктің түбірі п дыбысына аяқталатын болса, оған көсемшенің ып, эп жұрнағы жалғанса, п дыбысы өзгеріп, үнді у дыбысына айналады. Шап, шалып. Яғни шап, оған ып, эп көсемшенің жұрнағы жалғанса, уға айналып кетеді. Кеп, эп деген кеуіп, сеп-эп, сеуіп, жапып, жауып деген секілді. Кейінгі ықпалдың жазылуда ескерілмейтін орындары да бар. Яғни сөз үнді н дыбысына аяқталып, келесі сөз немесе қосымша ғ, г, қ, к
дауыссыз дыбыстармен басталатын болса, айтылуда н дыбысының орнына дыбысы жазылды, бұл бірақ ескерілмейді. Сонымен қоса сөз с, з дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталып, қосымша ш, с дауыссыз дыбыстармен басталатын болса, айтылуда с дыбысының орнына ш дыбысы, ал с дыбысының орнына с немесе ш дыбысы ескеріледі. Бірақ тағы да бұл жазылуда ескерілмейді. Мысалға Жанғали айтамыз, біз сендім, жан қайғы. Яғни сөз сыз дауыссыз дыбыстарының біріне аяқталатын болса, қосымшасы ш, с дауыссыз дыбыстарынан басталатын болса, айтылғанда с дыбысының орнына ш дыбысы, ал з дыбысының орнына с немесе ш дыбысы естіледі жазылуда, бірақ бұл ескерілмейді. Тоғыспалы ықпал. Ықпалдың үшінші түрі. Қатар келген екі дыбыс бірдей өзгеріске ұшырайды. Егерінде кейінгі ықпал етіп, екеуіне де өзгеріске ұшырайды. Яғни с мен ж қатар келсе, ол шыға өзгеріп кетеді. Біріккен сөз, тіркескен сөз және сөз тіркестің бірінші сөзі с дыбысына аяқталатын болса, оған жалған атын қосымшамыз ж дыбысынан басталатын болса, бұл жерде ш дыбыстар естіледі. Дос, жан, досша. Көрдіңіз бе? Жанқожа. Яғни біріккен сөз, тіркескен сөз немесе сөз тіркесінің бірінші сөзі н дыбысына аяқталып, екінші сөзі к дыбыстарына басталатын болса, айтылуда н және к дыбыстарының орнына дыбыстар естіледі. Есенгелді. Жиенқұл. Міне, осындай өзгешеліктері бар. Осымен біздің үндестік дамуына арналған сабағымыз аяқталды. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.